Бәріңе сәлем тапқыр достар. Білім көз арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз сіздермен шындық жалған ойынын ойнаймыз. Ойын өте қызықты болып шықты және пайдалы болды. Сіздер барлығы 16 таңдау жасайсыздар. Бүкіл таңдауға 6 секунд беріледі. Өміріңізде естімеген сұрақтарды шешуге дайынсыз ба? Дайын болсаңыз каналға тіркеліп, лайк басып қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал мен бастаймын. Қанеке, бірінші сұрақ. Өлі теңіздің бар екені рас па? Әрине рас. Израиль, Иордания және батыс жағалау арасындағы тұзды көл өлі теңіз деп аталады. Бұл теңізде тұздың мөлшері өте көп, сондықтан жүзу оңай. Бұндай тұзды жерде ешқандай балық тіршілік жоқ, сондықтан ол өлі теңіз деп аталады. Қолтырауындар тереңірек сүңгу үшін тастарды жұтады деген рас па? Кім ішіне тас салады деп ойлайсыз, бірақ бұл шындық. Қолтырауындар қарындарын ұсталған жануарлармен ғана емес, тастармен де толтырады. Өздеріңіз білетіндей, қолтырауындар судың астына тығылып, жемтігін аңдап, өкпелеріне енген ауаны жұтады. Тастар олар үшін балласт ретінде қызмет етеді. Бұл оларға көп уақыт су астында оңай қалуға мүмкіндік береді. Жүрек сол жақта орналасқан. Көп адамдар дәл осылай ойлайды, бірақ бұл әрине жалған. Кеуденің сол жағы жүректің көп бөлігін қамтиды, және дәл осы аймақта адам әдетте жүрек ауруы кезінде ыңғайсыздықты сезінеді. Бірақ органның бір бөлігі оң жаққа қарай орналасқан. Егер адам 70 жыл өмір сүрсе, оның 10 жылы дүйсенбі болады. Сіз шындықты таңдады деген ойдамын. Адам 70 жыл өмір сүрсе, ол 10 жыл дүйсенбі, және де басқа да апта күндерінен, яғни сенбі, жексенбі, сейсенбі, бейсенбі апта күндерінен 10 жыл өмір сүрген. Адам екі қолын созғанда олардың ұзындығы адамның өзінің бойына сәйкес болады. Бір түрлі естілсе де, бұл шындық. Егер сенің бойың қанша десе, сен екі қолыңды созып, міне мынандай деп көрсете аласың. Керемет емес пе, иә? Адамның шашы мен өрмекші торының қалыңдығы бірдей екені рас па? Бұл жалған. Адамның шашының қалыңдығы өте жұқа, өрмекші торымен тең келмейді. Өрмекші торы адам шашына қарағанда 20 есе қалыңдау болып келеді. Адам тілімен иығына дейін жете алмайды. %99% адамдар осы видеоны көріп жатқанда тілін иығына тигізіп көрді. Және бәрі дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Әрине бұл жалған. Өзіңіз көргендей тілмен иыққа тигізу оңай. Мұрынның ұзындығы бас бармақтың ұзындығына тең. Бұл толықтай шындық. Өзіңіздің мұрныңыздың ұзындығын өлшегіңіз келсе, жай ғана бас бармақ ұзындығын өлшей саласыз. Өйткені бас бармақ ұзындығы мұрындығымен бірдей. Егер қызыл түске көп уақыт қараса, жүрек тезірек соғады. Әрине бұл шындық, және оның аты физиологиялық реакция. Егер түске ұзақ қарасаңыз, жүрек соғысы жиілейді. Қызыл түс көздің жауын алады. Және кез келген безендіру үшін ең жақсы екпін ретінде қызмет етеді. Біздің саусақтарымызда бұлшықеттер жоқ. Бұл шындық. Саусақтар өте көп қозғалады, бірақ оларда бұлшықеттер жоқ. Олар қалай қозғалады дейсіз ғой? Негізінде саусақтарды сіңір қозғалдырады. Мысалы, саусақты бүгу үшін білек бұлшықеттері қуыршақ сияқты әрекет ете отырып, сіңірлерді тартады. Емен ең қалың ағаш. Бұл жалған. Қазіргі уақытта әлемдегі ең қалың ағаш Мексикада, Санта-Мария-дель-Туле қаласының ортасында тұрады.
Бұл ағашты көбі дел туле деп атайды. Бастапқыда оның қалыңдығына байланысты бірнеше ағаш бірге өскен деп есептелді. Бұл ағаштың жасы белгісіз, және әртүрлі бағалаулар бойынша 1200-ден 3000 жылға дейін, ал бір нұсқа бойынша шамамен 6000-ға дейін екендігі расталды. Пілдер бақалардан жоғарырақ секіреді. Бұл жалған. Пілдер мүлдем секіре алмайды. Бұл ішінара анатомиялық ерекшеліктерге байланысты. Пілдің шынтағы тізе сияқты алға қарай иіледі. Негізгі себеп бұл үлкен салмақ. Буындардың сүйектері секіру кезінде шамадан тыс салмаққа төтеп бере алмайды. Кенгуру жүгіре алмайды. Бұл шындық. Кенгурудың жылдамдығы сағатына 50-60 км сағат. Бірақ олар жүгіре алмайды. Қалай бұлай қозғалады деп ойлайсыз? Әрине, олар секіріп жылдамдық жинайды. Тасбақа қабыршақсыз өмір сүре алмайды. Әрине, бұл шындық. Көбі тасбақаның қабыршағы жай тұрады деп ойлайды. Бірақ тасбақалар осы қабыршақсыз ешқалай өмір сүре алмайды. Тасбақа қабығында оның омыртқасы бар. Оны алып тастау жануардың дереу өліміне әкеледі. Күн сары түсті болып саналады. Бұл жалған. Адам көзінің ерекшеліктеріне байланысты күн адамдарға ашық сары немесе қызғылт сары болып көрінеді. Алайда шын мәнінде күн ақ түсті. Егер біз атмосферадан шықсақ, күннің нақты ақ түсті екенін байқаймыз. Ақ көлікте сызылған жер қара түсті, қара көлікте сызылған жер ақ түсті болады. Әрине, бұл жалған. Егер бояу қабаты бұзылса, бояу алдында грунт көрінеді. Және де грунт арасында ақ немесе қара бола бермейді. Ол негізінде сұр түсті. Ал сұр түс ақ түсті көлікке қара болып көрінеді, ал қара түсті көлікте ақ болып көрінеді. Әрине, бұл шындық. Бойы ұзын адамдар Нидерландыда өмір сүреді. Олардың орташа бойлары 77,1 см. Ұлдарда 183 см, ал қыздарда 170 см орташа. Міне достар, видео аяқталып қалды. Видеоны осы арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Комментарияға видео қызықты болды ма? Жазып кетіңіздер. Егер сіз 14 немесе 16 сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, сіз жеңдіңіз, өзіңізді құттықтай беріңіз. Ал ендеше достар, видео аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.